Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Сарықыз. Бүгін картоп пен тауық етін духовкада дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі тауық аяқтары, картошка, майонез, қызыл ащы бұрыш, чеснок және тұз. Үлкен ыдысымызға тауық аяқтарын саламыз. Видеомны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді картошкамызды саламыз. Мен картошканы екіге бөлдім, өйткені менің картопым үлкен болды. Тұзын саламыз. Қызыл ащы бұрышты, чеснокты және майонезді салып араластырамын. Бір сағат қойып қоюға болады, қоймай бірден араластырып духовкамызға салуға болады. Противинді алып, бәрін қойып шығамыз, бір кетіп, картошка мен тауық аяқтарын араластырып саламыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепт өте оңай, қолжетімді, дәмді, жұмсақ болып шығады. Қызып тұрған духовкамызға саламыз. 1 сағатқа 200 градусқа қоямыз. Бір сағатта осылай қызарып, пісіп, ешқандай да шикі болмайды. Дайындап көріңіздер. Осылай картошка екеуін араластырып, жуамен, укроппен әсемдесеңіз болады. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет сіздерге. Осылай тауықтың аяқтарын бөлек тарелкаға, картошканы бөлек тарелкаға да берулеріңізге болады. Сау болыңыздар.